Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Дана мен денсаулыққа каналы. Бүгінгі видеомда мен аутоиммунды тиреоидит, басқаша айтқанда Хашимото ауруы жайлы айтатын боламын. Аутоиммунды тиреоидит деп отырғанымыз қандай ауру және оған қатысты қандай пікірталастар болып жатыр және қандай сұрақтарыңыз бар, сол жайында осы видеомда жауап беретін боламын. Аутоиммунды тиреоидит деп отырғанымыз бұл қалқанша безінің аутоиммунды генездегі және біріншілік гипотериозбен жүретін қабынбалы ауруын айтамыз. Жалпы аутоиммунды тиреоидитке оның клиникасына қатысты және оның еміне қатысты көптеген пікірталастар болып жатыр және де осыған қатысты кейбір дәрігерлерге сын айтылып жатыр, өйткені негізсіз деп айтсам болады және бұның не үшін негізсіз сын айтылып жатырғанын, пациенттердің не нәрсені түсінбей жатырғанын бүгінгі видеомда толығырақ түсіндіріп айтқым келіп тұр. Аутоиммунды тиреоидит көптеген себептерден дамиды. Ол жалғыз гормондық бұзылыстардан дамымайды, басқа да өзгерістердің әсерінен де аутоиммунды тиреоидит көрініс беруі мүмкін. Ол қандай себептерден болуы мүмкін? Ең бірінші йод жетіспеушілігі. Йод жетіспеушілігіне қатысты қазір сіздерге толығырақ айтатын боламын және ол жерде біздің не нәрсені түсінбей жатқанымызды патогенезі бойынша түсіндіріп бергім келіп тұр. Одан кейін екінші себеп бұл В12 витаминінің жетіспеушілігінен және соның әсерінен дамитын пернициоздық анемияның нәтижесінде осы Хашимото ауруы дамуы мүмкін. Одан кейінгі себеп бұл стресс. Қазіргі кезде барлық адамдар күнделікті өмірде стресске түседі және бұл сәйкесінше кортизол гормонының бөлінуіне себепші болады. Кортизол гормоны ол да өзіндік организмге әсерін етпей қоймайды. Яғни осы кезеңде кортизол гормонының әсері осы қалқанша безінің гормондарына да өзіндік септігін тигізеді. Солай бұл да аутоиммунды тиреоидиттің дамуына келуі мүмкін. Және одан бөлек зат алмасу процестерінің баяулауы, қант диабеті, басқа да зат алмасуға қатысты аурулардың болуы осы Хашимото ауруын тудыруы мүмкін. Хашимото ауруы қазіргі кезде ер адамдарға қарағанда әйел адамдардың арасында өте жиірек кездесіп жатыр және де бұл жалпы осы стресспен тікелей байланысты. Хашимото ауруының еміне қатысты және де оның клиникалық көріністеріне қатысты көптеген жаңсақ пікірлер, қарама-қарсы пікірлер бар. Оларға мысалы кейбір адамдарда аутоиммунды тиреоидит тітіркендіргіштікпен, ашуланшақтықпен және де ұйқысыздықпен көрініс берсе, ал бір адамдарда керісінше ұйқышылдықпен, әлсіздікпен, шаршағыштықпен, шашының түсуімен, бүкіл зат алмасу процесінің баяулауымен көрініс беруі мүмкін. Ал бір адамдарда мүлдем клиника байқалмайды. Және осы адамдардың барлығына аутоиммунды тиреоидит деген диагноз қойылады. Сәйкесінше емін де әртүрлі. Не үшін аутоиммунды тиреоидиттің емі әртүрлі, немесе арнайы спецификалық арнайы емі жоқ? Сол жайлы бүгінгі видеомда айтамын және де егер басы ұнап жататын болса, лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Хашимото ауруының йод жетіспеушілігіне не қатысы бар? Бірінші, йод дефициттік жайлы сіздерге ақпарат берім келіп тұр. Жалпы йод бұл аскорбиновый қышқыл емес, ол іше салатын витамин емес, ол өзіндік белгілі бір организмге әсер ететін микроэлемент. Жалпы йодтың ең басты әсері организмге бұл қалқанша безіндегі йодтың деңгейін белгілі бір қалыпты деңгейде ұстап тұруға көмектеседі. Ал егер де оны қатты көбірек қолданатын болсақ, немесе белгілі бір мөлшерде профилактикалық мақсатта да қолданбайтын болсақ, онда бұл организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Бірақ барынша мен сіздерге айтатыным, йодты көп қолдануға кеңес бермеймін. Зерттеулерге қарайтын болсақ, мысалы қан қысымы көтерілетін адамдарға, әсіресе аритмиясы бар адамдарда осы амиодарон деген препарат бар. Одан да басқа осы қан қысымын түсіруге қатысты препараттардың ішінде йодтың бар екені білінген және зерттеулердің барысында осы препараттарды қабылдаған адамдарда аутоиммунды тиреоидиттің дамығанын көруімізге болады. Одан бөлек екіншісі, мысалы арнайы бір зерттеулерде, әсіресе контрастты тексерулерде
осы йодты қолданады. Сол йодты қолданған кезде, сол йод қолданған аймақтарда немесе осындай препараттарды қабылдап тексерілуге келген адамдарда нәтижесі дұрыс шықпаған. Өйткені бұл организмге аллергиялық әсер туғызады және де дұрыс емес нәтиже көрсетуіне себепші болған. Және аллергия демекші, йод негізінен өте аллергияны тудыруға бейім микроэлемент болып табылады. Оны көбірек қолдану сәйкесінше йодқа аллергияның пайда болуына себепші болуы мүмкін. Егер де сізде йод жетіспейтін аймақта тұратын болсаңыз, мысалы қазіргі кезде йод жетіспейтін аймақтар өте көбейіп келе жатыр. Оның ішінде Қазақстанда кіреді. Бірақ та сәйкесінше мысалы тұздың құрамындағы йод бар, йодталған тұзды және де тамақты толыққанды ішіп жүретін болсақ, онда біз керекті мөлшердегі йодымызды бір тәулікке алатын боламыз. Жалпы профилактикалық мақсатта йодтың бір күндік мөлшері 150 миллиграммға тең болады. Егер де оны артық қолданатын болсақ, йод бізде қалқанша безінде жиналып қалатын болады және ол өзінің гормонның дұрыс бөлінбеуіне де себепші болады. Сәйкесінше бұл басқа да аурулардың, аутоиммунды тиреоидит немесе гипотериоз, гипертериоз сияқты аурулардың пайда болуына себепші болуы мүмкін, немесе зобтың пайда болуы мүмкін. Егер де сіздің организміңізге йод керек екенін қалап тұрсаңыз, ең барысында сізге анализ тапсырғаныңызды қалайтын едім. Осы микроэлементке жалпы қан анализін тапсыруыңызға болады. Одан бөлек, егер де осы препаратты ішу барысында сізде тітіркендіргіштік, ашуланшақтық, ұйқысыздық секілді көптеген жанама әсерлерді байқайтын болсаңыз, көңіл күйдің қозғыштығы секілді симптомдарды көретін болсаңыз, онда сіздерге бұл препаратты тоқтатуға кеңес берер едім. Жалпы аутоиммунды тиреоидит қалай дамиды? Сол жайында айта кетейін. Ең біріншіден, біздің организмімізде осы қалқанша безіне жауап беретін гормондар бар. Оларға Т3, Т4 және ТТГ тиротроптық гормон бар. Осы гормондар негізінен қалқанша безінің жұмысын реттеп отырады. Егер де сізде бастапқы кезде осы қалқанша без бізде көпіршікті ағза секілді көрінеді. Және де осы гормондар керекті мөлшерде бізде осы ағзаға келіп жинала береді. Және сәйкесінше гормон қанға бөлінетін болады. Қанға бөлінген гормонның мөлшері артып кететін болса, онда бізде сәйкесінше жаңағы гипертериозға тән симптомдар көрініс береді. Яғни олар ашуланшақтық болады, көңіл күйдің қозғыштығы, одан бөлек тітіркендіргіштік, кез келген нәрсеге нервің ұстап жүреді, немесе ашуланшақ боласың, одан бөлек ұйқысыздық мазалайды. Осы симптомдар мазалағаннан сізге дәрігер бета-адреноблокаторлар, қабынуға қарсы препараттарды тағайындайды. Бета-адреноблокаторлар бұл бізде қанның толымдылығын, яғни көлемін азайтуға қатысады, қан қысымын түсіреді. Және осы арқылы бізде жалпы қалқанша безіне қанның келуін азайтып отырады. Сол себепті бұл препараттар жалпы қалқанша безіндегі гормондардың артып кетуіне, төмендетуіне өзіндік әсерін тигізіп отырады. Кейін бұл график кейіннен бұл препараттарды қабылдай келе, қалқанша бездерінің гормондары белгілі бір қалыпқа келген көреміз. Яғни эутериоттық жағдайға келеді. Бұл кезеңде ешқандай симптомдар көрініс бермейді. Адамда барлығы жақсы болады, ешқандай симптомдар байқалмайды. Жалпы ешқандай көрініс байқалмайды. Кейін қан анализінде тексеру барысында байқайтын болсақ, Т3-тің, Т4-тің және тиротроптық гормондардың деңгейінің түскенін байқаймыз. Бұл неге түседі? Жалпы бізде қалқанша безі басында компенсацияланған мақсатта тұрып, көптеген өзінің гормонын көп мөлшерде бөліп тастағаннан кейін ол өзінің гормонын бөлмей қояды. Сөйтіп, сәйкесінше нормаға келеді және артынша төмен қарай түседі. Бұл толқыныс төмен қарай түскеннен кейін субклиникалық гипотериоз байқалады. Бұл деп отырғанымыз клиникалық жағдайда гипотериоздың, яғни белгілері көрініс бермейді, тек қана анализдерден ғана біз гормондардың деңгейінің төмен түскенін байқаймыз. Ал келесі жағдайда бұл ары қарай жалғаса беретін болса, егер де біз алдын ала емделмейтін болсақ, бұл кезеңде
клиникаға қосылатын болады. Яғни ол кезеңде шаршау, әлсіздік, шаштың түсуі, ұйқышылдық, ешқандай жұмысқа деген ынтаның жоқ болуы, бұның барлығы осы гипотериоздың белгілері. Және гипотериоздың нәтижесінде гормондар да түседі. Солай бізде дәрігеріміз гормон алмастырушы терапия тағайындайды. Бұл терапия негізінен жаман деп айтпаймын. Гормондарды қалпына келтіру мақсатында арнайы белгілі бір курстармен емделетін боласыз. Мен сіздерге осы аутоиммунды тиреоидиттің еміне қатысты не үшін бұлай болатынын айтқан секілдімін. Қазіргі кезде енді мен осы гормондарға тоқталамын. Бізде гормондар бөлінеді. Қалқанша безінің өзінен Т3, Т4 және кальцитонин деген гормон бөлінеді. Ал ТТГ деген жаңа айтып отырған тиротропты гормон, бұл бізде гипофизден бөлінеді. Гипофиз бұл мида орналасады және басқарып отырады. Ол тиротропты гормонның әсерінен Т3 пен Т4 те сәйкесінше өзгеріп бөлініп отыратын болады. Ал кальцитонин бұл негізінен организмдегі кальцийдің сіңірілуіне жауап беретін гормон. Бұл негізінен қалқанша безге өзіндік әсерін тигізе алмайды. Енді 3 гормон қалды, ол Т3, Т4 және тиротропты гормон. Ол Т3 бізде активті гормон, Т4 активті емес гормон, ТТГ ол гипофизден бөлінетін гормон. Ал Т3 пен Т4 тікелей ТТГ-ге қатысты болады, тікелей тәуелді болады. Егер бізде ТТГ бұл балансты сақтап тұрғысы келеді және Т3 пен Т4-тен жауап алу арқылы. Егер бізде Т3, Т4 организмде дұрыс бөлінбей жатса, гипофизге сигнал береді, сөйтіп ТТГ көп мөлшерде бөліне бастайды. Көп мөлшерде бөлінген әсерінен Т3, Т4-те сәйкесінше көп бөліну нәтижесінде осындай кезде зоб пайда болуы мүмкін. Яғни қалқанша безі өсіп, артық еттері өсіп, мойынның біреуленуі байқалады. Бұл кезде тікелей операцияның көмегімен тоқтатуға болады бұл нәрсені. Егер оны уақытында көріп білетін болсақ, арнайы жаңағыдай медикаментоздық консервативті терапия көмегімен емделуге болады. Ал керісінше жағдайда, мысалы Т3, Т4 көп мөлшерде бөлініп жатырмыз біз, маған гормон керек емес деп өзіне сигнал бергеннен ТТГ аз мөлшерде бөлінсе, кейін бұл гипотериозға келуі мүмкін. Сол үшін Т3, Т4-тің дұрыс сигнал беруі бұл бізде қалқанша безінің дұрыс бөлінуіне, жұмыс істеуіне тікелей әсер етіп отырады. Соның нәтижесінде жаңағыдай аурулардың болмауы, қалқанша безінің өзіндік қызметін реттеліп отыруы осы гормондарға тікелей байланысты болады. Жалпы организмде бізде иммундық клеткалар болады. Иммундық клеткалар бұл жалпы сырттан түскен бөтен ағзалардан бөлек өзіміздің организміміздегі бөтен жасушаларды, бөтен деп санаған элементтерді жойып отырады. Солай қалқан кезінде де белгілі бір өзгерістер болатын болса, біздің лимфоцитарлық жүйеміз осы қалқанша безінің ішіне кіреді, сәйкесінше өзінің иммундық клеткаларын бөлу арқылы қалқанша безінің жасушаларына тікелей әсер ете бастайды, оларды жоя бастайды. Бұлай түсінікті тілмен айтатын болсам, организмнің өзінің жасушалары өзіне қарсы шыға бастайды. Сөйтіп, қалқанша безінің жасушалары өле бастағаннан гормондардың бөліністерінде де бұзылыстар бола бастайды. Қалқанша безінің жасушасына қарсы антитела, яғни антидене бөледі, антидене түзіледі, және бұл антидене түзілген бұл біздің организміміз үшін өте жаман болып саналады. Өйткені бізде қалқанша безіміз өзіміздің ағзамыз болғаннан кейін, өзіміздің орган болғаннан кейін, оған қарсы бола берген сайын бізде қалқанша безінің қызметі төмендей береді. Соған сәйкес бір жағынан иммундық жүйені түсіруге де қатысты белгілі бір препараттар тағайындалуы мүмкін. Осы патогенезі жайында, осы аурудың дамуы жайында және соған сәйкес патогенетикалық терапияның тағайындалуы бұл дұрыс деп ойлаймын. Және де әр адам индивидуальный және соған сәйкес терапия жасалатын болады. Не үшін менде былай болып жатыр, не үшін маған мына дәріні тағайындады деген сұрақтар мазаласа, менің осы айтылып жатқандарымызды естеріңізге түсіріп көріңіздер. Солай сіздерге дәрілер тағайындалады және бұл сіздің тезірек жазылуыңызға және тезірек бұл аурумен күресуіңізге өзіндік септігін тигізеді. Одан бөлек бұл жаңағы айтылды, көптеген себептерден дамиды деп, жаңағыдай ауру
ауруларды болдыртпаңыздар, барынша стрессте болмаңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, йод жетіспесе толығырақ тамақтанып, арнайы бір дәрігеріңізбен ақылдасу арқылы профилактикалық мақсатта йодты қолданыңыздар, одан көп болмау керек. Және де аутоиммунды тиреоидитті емдеймін деп йодты ішу, бұл өте қате. Неге десеңіздер, йодты ішкеннен бөлек, бұл как организмге жалқаулық сияқты, сигнал сияқты болады. Өйткені, мысалы, сіз керекті йодты апарып беріп тұрсыз, және қалқанша безі еріншектеніп, өзіне керекті гормонды бөлмейді. Сөйтіп, ол гормонның санын азайтады, бөлінген гормон санын, солай сәйкесінше сізде гипотереоз байқалады. Сіз емдеймін деп, жақсартамын деп, өзім жағдайымды күштілетем, шаршағанды басам деп, одан сайын жағдайыңызды қиындатып аласыз. Сол үшін бұл қателікке жол бермеңіз дегім келеді. Одан бөлек жалпы ОРВИ, фарингит, ангина сияқты аурулардан барынша сақ болыңыздар, салқын тигізбеңіздер, өйткені бұл да жалпы иммундық жүйенің көтерілуіне, әсіресе ангина, фарингиттер бұл бізде тамақ жақта орналасатын ауру, және олар қалқанша безінің ауруына, қалқанша безінің белгілі бір өзгерістерінің пайда болуына келіп соқтырады. Сол үшін барынша ОРВИ кезінде тезірек емделуге, егер ауырсаңыздар, немесе барынша алдын алып шараларды суық тигізбеуге тырысыңыздар. Одан кейін жүкті әйелдерде, жүктіліктен кейін кейбір адамдарда аутоиммунды тиреоидит дамуы мүмкін. Соған сәйкес сізде жүктілікке дейін немесе жүктілік кезінде дәрігеріңізбен, гинекологпен ақылдасып отырып, қандай гормондарға тексеріліп, дәрумендерге жетіспесе дәрумендеріңізді ішіп, бұл аурудың дамып кетпеуіне тікелей қарсылық тудырыңыздар. Бүгінгі айтарым осы. Сіздерге видеом түсінікті болды деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, келесі видеода жүздескенше.